Тойында аянбаймын айқаяқа жыран үшін, бойымда тұрған кезде бұлақ үшім. Ассалаумағалейкум Түркістаным, қадірлі Қаратауым, сырарысым. 1500 жастан асқан көне көзім, тарам-тарам тарихқа куәмісің. Қазақ деп қанын төгіп жанын қиған қаншама қанмен бидің тұрағысың. Исі түркі жұртына дін таратқан исламның рухани шырағысың. Арысы тайқазанда тасып жатқан береке несібенің бұлағысың. Күн астына көтерген көк туымды сен қазақтың бекзаттай қыранысың. Мысырдан қымбат бізге білесің бе? Ақсақ темір сап берген мына мүсін. Туған ел біздер үшін қаншалықты қымбат екендігіңді ұғамысың. 3 жыл бұрын жан отау болғаныңда жарты әлем жасырған жоқ қуанышын. Себебі сен қазақтың ғана емес, күллі түркі жұртының тұранысың. Ата жұртын аңсаған ағайынның жұмыр жер бетіндегі жұмағысың. Ұлтымның басындағы бағысың сен, түркімнің мойнындағы тұмарысың. Ағайын көрмесеңдер кем өзгеден, алмастыра алмаймын сен өзгемен. Бұлт артынан жарқырап шыққан күндей сіздерге себелейін себез көлең. Белгілі ақын келдік жанымызға, белгісіз бұл сапарда не көздеген. Жобалап тұрғандаймын әйтсе де мен, нені іздеген және де не кездеген. 36 жастағы Жансая бұл, 37 жастағы Енез деген. 12-ден асқанда сағат тілі, 12 мүшесі сау денез деген. Мақсатпен айтысында айтқан жоқ па, жасырып қала алмай оны өзгеден. Әлі де қыз Жансая боп келесің, қыз жібек салып кеткен көнезбенен. Айтпақшы тарихтағы сол апаңыз, ең бірінші ер болар егездеген. Бегежан шегелерді қоя тұрып, төріне төлегендей төрөздеген. Қыз жібектің сіңлісі қалың қалай, төлегеннен бірінші шегездеген. Жасырып не қыламыз, қақтан барды, жөн көрем ақиқатты ақтарғанды. Жансаяға бойдақсың дегеніме, жырладың дей көрмеңдер жаттан дәмді. Бұлай байқаймын бұлай тұсқа шақырған ау, өмірден өз серігін тапқандарды. Бойдағы Жансая мен ақ екен, ай ағайын біле берсін ақпарларды. Құдай білет бұлардың мұңы бір деп, бізде дей бір жұппы бап қалғанды. Сененде 36 қаңтар өтті, мененде 28 ақпан қалды. Енді бізге аянар ештеңе жоқ, шіреніп отыратын шақтар қалды. Ертерек әрекетке кірісейік, армандап жүре бермей ақтаңдарды. Тірілерден бір қайыр болмады ғой, жағалап көреміз ау жатқандарды. Ақшапан ақ орамал жамылып ап, азанда бастаймыз ау аттандауды. Сансыз бапқа тартайық, таңса
сайрамда күтіп отқан сарттар барды. Асырда арыстанбап бабаға кеп құрбандыққа шалайық тапқан малды. Түнеріміз түмен бапқа келіп сосын тәтті ұйқымен тербетіп тәтті арманды. Жансая жетер енді жол жүреміз, азанға дайындай бер ақ торбаңды. Бағаралап жүретін кезден өттік, бізге жалғыз вариант баптар қалды. Bir қызық көрсек қой деп халық келді. Қос бойдағы екеніміз дәріптелді. Баптардың басын енді қатырмақсың, аралап болып балгер тәуіптерді. Қаусаған шалдар қалды деп Жансаяға. Дәуренім көкірегін нәқ керді. Сен айтқан бабаларға кеше түнде Жансая саған айтпай барып келді. Қарттардан сақтай көр деп Жансаяны бір малын құрбандыққа шалып келді. Айналдым маталардың әруағынан, бағымды бір күн өтпей жағып берді. Желкеңнен ұстап алып мына сенің алдыма мына дәл бүгін алып келді. Керек болса ауылыңа алып кет деп алдыма жап-жас жігіт салып берді. Игагай. Мінімді тарта берме алға менің. Мен дөзі талайлардың арман едім. Ол рас тарихтағы қыз жібектің ізі боп ақ жайықта қалған едім. Төлегенді іздемей, шеген іздеп жүрдейсің, оған қандай бар дәлелің? Жібектің орнында өзім болсам, ушусыз тағдырымды жалғар едім. Төлеген деп шаба бермей, сразу Бекежанды таңдар едім. Игагай. Ағайын, бәрінен биік тұрып асқа қарын, ешқашан абыройдан ақсамадың. Алдыңа келді бүгін азулылар, ішінде болғанымды бақсамадым. Білмеймін бақша барын, бапша барын, білемін бір майданның басталарын. Сондықтан белді бекем буып келдім. Сондықтан қабағыңды аш қарағым. Түркістан мен өзімді жақсы көрем. Қашанда беріп тұрған тас қамалым. Алдыңа келген кезде алдымнан өтіп алды ақсамалың. Патшалар жатқан жерде тұрып жатқан армысың менің аппақ патшаларым. Игагай. Армысың ақ сақалып, келдің бе елден бата алып. Қопаңдап шықтың қасыма, кететін жандай қопарып. Вирус күшейіп отқанда отырма маған тақалып. Мен сені білем бұрыннан, бес саусағындай апанып. 4-5 жыл бұрын айтыстым, жайыққа сені апарып. Сен ол кезде шілмейген, бозбала едің апарып. Автомат болып өсіпсің, пистолет едің макарып. Отырар болса мекенің, сақ шақырсаң ұшып жетемін. Жақсақын қой деп өзіңді жаныма жақын етемін.
өлкесін сағынып кейде кетемін. Bir жарқ етіп апырмай, қайда жоғалып кеттіңдер қосанып көкең екеуің. Ал бүгін шықтың тепеңдеп, айтпаймын бірақ бекер деп, өзіңді ұстап байыппен сөзіңді сөйле лекерлеп. Айтыстың заңын білесің, мен сені әкем көкем деп, еркелетіп отпаймын, бегарыс дейтін кейлердің бір әтешкісі екен деп. Алдында сайра ал топтың, ішінде қалма жалп оттың, көрерменге көсіліп, көмейден талай бал төктің. Бабында болсаң бүгінде, бағаңды сенің өсірім бағасындай қып картоптың. Алдында туыс жек жаттың, бір шабан бүгін деп жаттың, Түркістандай шаһарға сен жақынсың, мен жатпын. Ендеше шулат халықты, атағың кетсін алысқа жерлерге жетіп ең ұзақтым. Баркер кубогын ұтып ап, жұмыр жерді шулатқан жұдырығындай бекзаттың. Сарылып уайым шекпейік, әр сөзімізді реттейік, кезекті берді мендеше шыңдардан түспе текпейік. Керемет айтыс жасайық, халықты мезі етпейік. Әйтпесе мына біздерді ептей алмайды деп жүрер екеуміз бәрін ептейік. Қызып кетсек бірақта өз-өзімізді шектейік. Тығыжы хлоп заводтың жігіттері секілді төбелесіп кетпейік. Жансая емессің бе жетелі қыз, біздің елден болмасын секеміңіз. Тығыжы қылап завод болып бөлінбейміз, түркінің басын қосқан мекеніміз. Бағамызды картоптың бағасы емес, шама келсе сәбізге көтеріңіз. Мекеңде арыстанның інісіне бүгін мәлім болады нетеріңіз. Қосаныққа ешқандай қатысым жоқ, танымаймыз алаяқ көкеніміз. Айтысқа анда-санда бірақ шықсам, жүкеңнің запастағын нөкеріміз. Қосанықтай жарқ етіп жоқ боп кетсем, себеп шығар епсіздеу екеніміз. Экранда эфирде екі ағартыс жүр ғой қазір, олар барда сөз бастау не теңіміз. Бірінші әртіс айтыстың сахнасында, ол өзіңсің Жансая шекеріміз. Екінші әртіс саясат сахнасында, ауызы сенікінде екелі қыз. Экранды бермейтін болдыңдар ғой, Гүлжан Қарақұсова екеуіңіз айқаяда. Жансая бәсе қайдан келе салған, келе салып баптарға ене салған. Келгендегі себебін дәл тауыптың, бәсе ақын емесем ғой мене сауған. Шаруамды бірақ түнде шештім дейді, жігіттің шықты дейме төре салдан. Қайран біздің ақ көңіл бабалар-ай, көңіліңді қалдырмай көне салған. 360 әуленің бермегенін бірақ түнде төлеңнен төге салған. Жас жігітті ғиыптау құрбандыққа ешкімді таппағандай көне шалдан. Сансыз бап бабам, сансыз баптың кеңдігін қарасайшы, сары қызға шүбәсіз сене салған. Арыстан бап бабам да жомарт екен, арыстанның інісін бере салған. Ана қыз біз білетін қой емес қой, жігітте екі аңқаудың бір емес қой. Ат кетем десең еріп кете берер, бұл дәурен басыбайлы құл емес қой.
Санассаңдар болмас бет бабалар-ау, бір ауыз сұрай салусын емес қой. Ойлансаңдар қайтер еді бір-екі күн, бүгінгі түн ең соңғы түн емес қой. Дәуренің дәуде болса, 100-ақ жасар, 1000 жылдап жүре берер жын емес қой. Енді қалған өмірін құртатындай балаңның жаны сонша сір емес қой. Айналайын бабалар, не қылдыңдар? Менің іздеп жүргенім бұл емес қой. Әйтсе де көңіліне қарап өтем. Себебі бұл Жансая қонақ екен. Мен менсінбей отқанмен Жансаяның атағы абыройы алап өтен. Иесі болды алтын домбыраның, оны да бағы жанған алады екен. Үздігі мәдениет саласының тағысын тағы қазір санап өтем. Ерен еңбек үшінде медаль алған ерлерден асып түскен ерақ екен. Бір ауданның құрметті азаматы, айта берсең атағы көп-ақ екен. Ең қызығы, осыдан 3 ай бұрын бұл қыз 36-ға толады екен. Батыстың әкімінің жомартынай қыз көңілін ерекше табады екен. Мусина мектебі деп мекеме ашып, мектепке атын бере саған екен. Үкіметте өзіңе үйіп төгіп берердің бәрін беріп болған екен. Бергендерін санасаң, беделіңіз халық ақындарынан жоғары екен. Әселхан Әсияда жоқ мектепті ұялмай ала беру болам екен. Өзіңе сонша қамқор болатындай, бұл жерде біз білмейтін не бар екен. Мемлекет қызғыштай қорғап отқан қызғалдақтан кейінгі сен-ақ екен айқайға. Даңқыңды қызғанғандай болмайына, айтқан соң келген соң айттым сөздің орайына. Жансаяның атына мектеп берсе, келіп тұр жобасыдан обайда. Жалғыз қызын көтерген төбесінде, ризамын байбақтымен адайыма. Жақсыдан біздер неге үлгі алмаймыз? Қызғанбайын қызыға қарайына. Осы жерде айтпақпын бір ұсыныс, Өмірзақ Естайұлы ағайыма. Ақын сөзін әкімге жеткізетін ағаларда осылар ол ойма. Айтыстың Әселханы 70 жаста, халқым деп ақ түсірген самайына. Жансаяның жасынан 2 есе үлкен ананы ардақтасақ анайыма. Қаншама ғимараттар сап жатырмыз түрленген Түркістанның маңайына. Көз жауын алатын сол кешендердің әлі атау берілген жоқ талайына. Ерекше ғимарат тұр орталықта, ел жұртты сүйсіндіріп арайына. Қысқасы айтпақшымын бір өтініш, әкімде қосылар деп ол ойма. Апама атын берер сәт келіп тұр, ойланбай оқушылар сарайына айқайға. Арманыңды орындап қанша жылға, Түркістан бастау әуре сарсаңыңды. Мәселен бір-ақ күнде шешілді деп, басқандай болып отсың ба шаршауымды. Басын ашып алайық әңгіменің, қоя тұр жартаптым деп жар салуды. Мемлекет қорғап отқан жалғыз қызсың, мойныңдағы түсірмей моншағыңды. Атыңа марапатпен мектеп беріп, асырып жүр мәртебе мансабыңды. Қызғалдақтан қымбаттау боп тұрылсын ғой, бағаңды өсірген соң сонша құнды. Осының бәрін көріп біліп тұрып, жөн көрмей тұрмын саған қол салуды.
Ақылғой алуына алып баса алмай жүрмеймін ба аңсарымды. Қызғалдаққа тиіссең 9 миллион, саған қалай тигізем саусағымды айғайға. Басында боп отыр ет тәнті маған. Есіне 9 миллион түскен кезде мынаның түрі жаман қалдыраған. Қалайша саусағымды тигізем деп жасауға қорқып отыр жарты адам. Бабалар тілегенім бұл емес деп бір өзі боп қалғандай алтын адам. Сағанда өлім өшкен ештегем жоқ, тарихтан керегімді тартып алам. Су жүрек боп қалатын қыз алдында жігітте ұнамай тұр жалпы маған. Игагай, 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 игагай. Отырсам сөздеріңнің сыйқын ұғып, тыңдайтын дәнеге жоқ митынығып. Марапат медальды айтып ішіңдегі жадырма қызғаныштан итің ұрып. Кеш ашқан мектепті айтып жібермексің бүгінгі айтысымның хиты қылып. Мойнында отқан жоқпын мемлекеттің айтпасен ақпаратты шигі қылып. Әкім емес бауыржан ақын қолдап ашқанбыз ол мектепті ипі қылып. Орыстармен шекаралас облыста тілімнің кетпеу үшін сыйқы құрып. Қайта сен қуансаңшы айдыс үшін Оралда жатқанына үй тігіліп. Игагай, игагай. Василхан апам-ау, сіз жайлы мына біздің түйгеніміз. Сахнаны ширек ғасыр биледіңіз. Мектебің тез ашылсын дәурен айтқан айтысты алға қарай сүйредіңіз. Онсыз да біздер үшін бір мектепсіз, сізді айтыстың анасы дейді еліміз. Еліктеп шыққан қыз көп, апа сізге біздің де бұрып тұрады бүйрегіміз. Есенқұл Баянғали айтақынды найзадай тіліңізбен түйредіңіз. Сызылып отырмайтын сахнада біздің де сізге ұқсайды кей жеріміз. 70-ке аман есен жетіп жатсыз, халқыңнан жыл осылай сый көріңіз. Секіріп 80 жастан асып кетіп, бұйырса 90-ды да игеріңіз. Қанша жыл өмір сүру керектігін жамбылдай атаңыздан үйреніңіз. Айтыскер арулардың қамқоршысы шөбере шөпшек болып сүйгеніңіз. Осылай әп-әдем боп жүре берші, Әселхан дейтін біздің лидеріміз. Игагай, 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 игагай. Ей бала, жөнім жоқ артық сөйлеп шаталатын, шығарсам деп жүресің шақаратын. Марапат медалімді теріп айтып, түрің бар қақсай беріп қақалатын. Сенің де көтеріліп келеді екен мансабың қызметің атағатын. Білдей бір мекемеге зам болыпсың, жастардың орталығы аталатын. Сен келе жатқан кезде портфель ұстап, ешкім жоқ бетіңізге баталатын. Осындай екпініңнен тоқтамасаң жақында боп қаларсың қатал әкім. Әйтеуір шапқылайсың, бір тынбайсың, достармен уақытың жоқ қаталатын. Қызметтеп қыздарға да қарамапсың, сезімнің сезінбепсің шапағатын. Қызметтеп айтысқа да жоламайсың, болсаң да сөзің жақсы сапалағын. Қылғынып галстукке жүргеннен соң шиновник боп кетіпті лақабатын. Күн сайын отырардан кеп кетесің, ауылда жан емессің жаталатын. Соншама не құдырет жұмысыңа 70 километрден апаратын. Мәжнүн қып жібермесе екен дәурен сені, мансапқа дейтін ыстық махаббатың. Игагай, 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 игагай.
Жансая тулай бермей келген еске, жөнділі өлеңіңдай жөнге көшті. Шенеунік болып кеткен ештеңем жоқ, ер туса қызметі елге емес пе? Мансап пен галстукты әңгіме қып, қайта салдың ау қолдың өшке. 300-дің басын қосқан Түркістаным 3 жыл бұрын облыс болды емес пе? Облыс шарияларда елбасымыз өткенменен ертеңді шолды емес пе? Көркейту үшін көне қаламыз да, білікті басшыны да берді емес пе? Ақтауға елбасымен ел сенімін есіктен еңбекқорлар енді емес пе? Ауылдағы дәурендер бұлай тұрсын, Алтай мен Атыраудан толды емес пе? Жосылып жан-жақтағы ел кеп жатқан соң, қосылып кіре кеттім мен де көшке. Түймедей пайдам тисе Түркістанға, керісінше менің ісім оң демес пе? Тарихтан білесің бір оқиғаны, білмесең түсірейін жөндемеске. Қазыбек би бабамыз қартайғанда, Баянауыл маңына қонды емес пе? Аллаға қайтарында ұрпағына аманатын қалдырып өлді емес пе? Денемді Түркістанға жерлеңдер деп соңғы сөзі сол болып семді емес пе? Алтайдан соң елінде Алтай қыстан өткен соң алып келіп арулап кесенеге көмді емес пе? Сен 70 шақырымды сөз қып отсың, мәселе жолда емес қой, жерде емес пе? Қасиетін сезген соң бұл топырақтың, игі жақсы осынау төрде емес пе? Тірілер бұлай тұрсын, Келдібектің баласы кебіммен де келді емес пе? Айқай-ау! Қасиет міне осындай қанымда тұр, танылатын шағымыз табылдақыр. Түркінің түп қазығы Түркістанға бар әлемнің назары ауып жатыр. Түркістан дамып жатыр, шөгейіп салудаяқ салып жатыр. Құдайға шүкір біздің әкімнің де қазірде дәл баяғы бабында тұр. Түркістан аэропортта салынып, Түркістаннан Түркияға тікелей барып жатыр. Керемет керуен сарай кешеніне туристер керуенімен ағып жатыр. Ішінде Италиядан алып келген адамнан ақылдаттар шауып жатыр. Мың емес миллиондап көшет егіп, жан-жағын жасыл желек жауып жатыр. Ал бүгін Қостойыңды қатар жасап, жыртыңдап ел құмары қанып жатыр. Әселхан апамыздың ардақтап Әселхандай апамызды қабағын бағудаяқ бағып жатыр. Ел алғысы бір бөлек басшымызға, елбасы да қошемет қағып жатыр. Атасына рахмет Шөкеевтің тарихтан қойып орнын алып жатыр. Қаланың да көңілін тауып жатыр, ананың да көңілін тауып жатыр. Айқай-ау! Мен осындай істермен мақтанайын, қуанышты ішімде сақтамайын. Түркістаным дамуын тоқтатпайды, мен бірақ осы жерден тоқталайын. Қаламмен бірге өсіп өркендей бер, аман бол жырға құмар жақсы ағайын. Жансая осыменен сен де аман бол, Ақжайықта туылған аппағайым. Жарқырап әппен болып жүре берші, жанымдағы жақсының боп қалайын. Айтыстың аруанасы Әсел анам, жаюлы жүрген қолы қаққа дәйім.
Жүзіңнен нұр төгіліп жүзден ашшы, ақ жаулықпен жарасып ақсамайын. Жүрсіндей ақсақалда 70 жаста, жүрсіндей ақсақалда 70 жаста айтқан сөзі жазылған хатқа дайым. Төленерді көтеріп төбесіне, айтыстың құлатпаған ақсарайын. Ие боп екі тізгін бір шылбырға, төріңнен түспе ата патшадайын. Айтыстың атасы мен анасы боп, көшті бастап жүріңдер топладайын. 70 жылдық тойына жан саяның, екеуіңді жетектеп апарайын. Айқай-айқай! Сөзімді тілегіңе сайқамдайын, шытына болай-болай шайқалмаймын. 70-те той жасадып айтып жатсың, қалайша ниетіңе жай қалмаймын. Жүкең мен Әселхандай апамызды сол тойға алып келсең пай-пайлаймын. Тап солай сен 70-ке келген кезде қуанып тірі жүрсем той-тойлаймын. Ол кезде 80-дерде болады екен, барамын көңіліңді қайтармаймын. Жүкең мен Әселхандай апамызды 100% апарам деп айта алмаймын. Игагай. Түркістаным бүгін неткен күштеді, облысым жасай берсін күштегі. Bir gelgende көсіліп, мерейімді өсіріп, бар сырымды ақтарайын іштегі. Түркістаным түркі жұрттың кіндігі, тоқтамасын тап осылай тірлігі. Әңгіменің шындығы, бекем болса бірлігі, Астанаға айналардай бір күні. Керуен сарай ұлы көштің керуені, туристердің сейілмесін серуені. Дамып келеді екенсің, алталашқа мекенсің, мақтанышқа толтыратын кеудені. Ғимараттар салынуда не түрлі, сапа соның қызартпасын бетіңді. Елге қызмет етсеген, ғасырларға жетсеген, яссауидің кесенесі секілді. Аман болсын Әселхандай анамыз, анам жайлы айтылады әлаңыз. Көңілін әркез табамыз, алақанға саламыз, біздің оған жетеді әбден шамамыз. Ақсақалдың немересі дәуренім, тоқтамасын айтыстағы дәуренің. Көп кешікпей тапқасын, босағанды аттасын, батыр бала табатындай дәугенің. Мына дәурен өз балаң ғой Түркістан, жарты сағат меніменен жұлғызхан. Жеңілдім деп отқам жоқ, сонда да оңай соққам жоқ, Түркістанның баласы мен Қырғызхан. Қазыларым жоғарыдан төр алған, дұрыс шығар ертең қайта оралған. Ақыл демей месіне болыңыздар честник, келіп тұрған еңбегім бар Оралдан. Ал ағайын осыменен тұрайық, өлгенше елге қызмет қылайық. Айналайын ізгелден, қоштасарда сіздермен, қайта-қайта қала берем мұңайып. Ақындарды аялай, қиқулап қой аямай, қошеметке болып жатса қылайық.